Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Нефайн KZ. Достар, бүгін біздер осы байдың өмірін енді екінші бөлім жалғастыратын боламын. Міне, мен кішкене дамыдым, көріп тұрғандарыңыздай өте үлкен үй салып тастадым уже. Міне, қазір валютамды аламын. Так, осыны максималды түрде өшірем. Достар, мен не алғай жатырмын қазір? Мен ГТР алғай жатырмын. Яғни қазір көлік аламын боламын. Так, автомобили. Қазір ГТР тұрады. Мен мына жерде достар Jarvis көлігін алған болатынмын. Яғни Toyota Jarvis көлігін. Jarvis па, Yarvis па, білмеймін. ГТР алдық. Құтты болсын. Ана жерде біздің ГТР'іміз тұр. Міне. Өте әдемі ГТР. Так, мына ақшамыз кішкене жиналып болсын. Ала берейік. Бұрынға 10 мыңға сар болып жүргенде қазір 10 мың дымға да жетпейді. Так, мен үйге кішкене обзор көрсетіп шығайын. Міне, өте әдемі болып шыққан үй. Міне. Мына жақта ана жерде дым жоқ. Чисто ана жаңағы ағаш көріп тұрғандарыңыздай. Мына жақтарда бізде боулинг ойнайтын жер. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі қылып салып тастағанмын. Мына жерде міне, мына жерде туалет, зеркаланы салып тастайын қазір. Бір өлет салайыншы. О, мойте руки дейді. Қолымызды жуып алайық, давай. Кішкене жуып алайық. И жуып болдық қойшы. И міне мына жерде не өзгеріс болды? Мен мына жақта екінші этажымды салдым. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жақта бір орынды қоя салайын. Мына өте үлкен үй екен, маған ұнады. Мына жер типа бассейн ғой. Мына жақта балкон. Мешки из бобов деген мен не екенін түсінбей қойдым. Мынау ма? Түсіндім. Двери дейді. Есіктерді тағы да қоямыз. Толповой есік қой. Стена. Стена жақта толған стена. Свет, мет, анау мынау. Гараж арқылы шығып кетеміз. И біздің почтамызға өте көп ақша түсетін болды. Яғни тез түсет ақшалар. Так, енді қазір біздер тағы да екінші этажға баратын боламыз. Водопад дейді. Бұл жаққа водопадтар қоюға болады. Яғни жаңа сыртта көрген боларсыздар. Мына жерде не осындай су ағып тұрады. Қатты маған онша қатты емес енді. Жақсы. Светтер қойдым жаңа ғана. Не? Свет дей берем ғой. Стена. О, қойдым. Потолок қойып алайық тез. Потолокты қарасаңыздар. Ё-моё, мынандай үйің болса. Вообще кайф. Стулья для бассейна. Бассейн қойға болады. Мен үйдің артынан бір-ақ шықтым. Жарайды, мына жерден кесіп өте саламыз. Мынау бірінші этажымыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Жаңа көрсеткенім бойынша. Мынау біздің зал ғой типа. Мынандай үй болса, потолок қойсақ тез. Е-майы, мынау особняк десең бітті ғой. Так, енді біздер мына жаққа барамыз да. Бізге почтамызға 25 мың түсіпті. Ондай қатты аз емес. Басында негізі 6 мың даже болған. 6 мың ба? Сондай бір нәрсе ғой. Свет қоямыз. О, қандай күшті свет, е. Және де екінші этажға шығамыз. Жаңа заттарымызды қоюға береміз ғой. Кольфифей ма? Стена. Раковина. Зеркало. Ой, бардак кетті. Так, мына жаққа шығамыз. ТВ дейді. Кухонный стол. Ура! Кухня қоямыз. Кухня негізі үйдің басты нәрсе осы. Басты демек қойын енді. Бұлай енді. Тоже не қойын. Единственный десек болады. Так, машинамен қыдырып келейік, ақша жинай берсін. Енді ГТР'іміз қалай жүреді екен көреміз. Мына жерде Jarvis'іміз тұрған.
Неміз машинамызге. Айбай, мынаны қарасаңыздар. Мынау чё за красота дейсің ғой. Так, мына жақтарға барамыз. О, дауысын естиінші. Онша қатты емес. Бұлай болады. Мынау қатып жатыр. Кішкене ғана айналып қалып кетті ғой. Мына үйлерін көре салайық, жай келмеді ғой. Үйлер деген масқара. Пальма. Пальмада негізі освещение қосады. Бұлай, негізі. Мынаған қара. Бәрін сары қылдыру. Базар. Мына үйлер әдемі екен. Біз енді бастап жатқан адамдармыз ғой. Бұл жерде біздің суретіміз тұр. Ей, ё-моё, мына жаман қатып отыр ғой. Мана айта алмадым мына қатқаны ше. Так, машинадан шығасақ, шына тұра берсінші. Қойшы құрсын. Кішкене жүріп қайттық, жетеді. Парковочный место қымбат тұрады екен да. 34 мың жиналыпты. Жарайды, 55 мың өзі тоже жақсы. Так, мына есікті ашамыз. Мына жерде водопад тұр, және ғана қойғамыз. Мына жерге барамыз, сол жаққа бұрыламыз. То есть оң жаққа дегенім. Енді мына жерге бассейн саламыз ғой. Біліп тұрсыздар. Так, 25 мың дейді. Қымбат емес па? Е-майы. Е-майы. Мынаған қарасын. Е-ма. Дамып отыр ғой. Так, мына шығайық құрсын. Шықтық. Секіріп шығатын айтамыз. Судан секіріп шығатын айтайын да. Так, мына жаққа стеналар қоямыз. Стена. Кухонный стол. Светчик. Мына жаққа ақшаларымыз жетпейді. Қазір мына жаққа тағы лестница деп шығатын шығар мына жақтағы. Үшінші этажға саламыз. Үшінші этажға полигон барады. Парковочный место сатып алмаймыз. Бізге 2 машина жетеді. Толпа машина алып қайтамыз. Мына ақшада ақырын қосып отыр екен. Неге екенін білмеймін. Так, енді бара жатырмыз. Мына жақтарға. Мына есікті ашамыз. Мына жақтарға лестница қою керек еді негізі. Лестница қоя алмаймыз мына жаққа. Жарайды, ештеңе етпейді. Мына жақтарға барамыз. Мына жақтарға мен телевизор қойған болатынмын. Голдфей. Кімге дейді ғой. Так, мына жерге. Мына жақтан өтіп кетеміз да. Мына жаққа бір стена қойып аламыз. Полкалар мен стена қоямыз тағы да. Холодильник. Стена. Толған стена. Шіркін. Светчик. Базар жоқ. Дверь деген қоямыз. 2000 қалды. 2000. Мына жақтарға жетпейді по-любому. Үшінші этажға қашан салады екенбіз. Мен қызық болып тұр. Машинамен өтіп жүрмін. Мен бұлар машинаны қайдан сатып алды, қалай сатып алды деп жүрсем. Сатып алу оңай екен. Міне мына жерде үшінші этаж тұр. Анау ең бай адам ғой. Осы ойындағы. Немесе ең бай емес, көтеріліп кеткен адам ғой. Осы ойындағы. Негізі мына үйіне де қанағат негізі. Отыру керек жоқ бізге. Столға отырып керек жоқ. Мына жер ашық қой. Так, мына жақтарда не болды? Мына жаққа дым қоя алмаймыз. Мына жақ пустота. Мына жаққа дым қоймаймыз. Мына ұшып тұр оның қасында. Мына жерге потолок қою керек екен. Астына шығып потолок қойып көреміз. Астына шығып дегенім қалай кетті. Астына түсіп потолок қойып көретін боламыз. Мына жақтарға стол, ТВ, миви, анау, свет сондайларды қоямыз. Мына жақтар толған стена.
лампамен окна коюуга жетет экен. Шығып кеткен болай кетті. Стул дейді, орындық. Так, орындықты қойдық. Бір орындықтың өзі 3000 доллар деген тұратын жамандай нәрсе бар. Орындықтарды 1000 теңгеге аласың. 35 мыңға барсын. 35 мың барды. Ақшамызды алып, үстіне шығамыз қайтадан. Мына потологын қойдық. Мына жақтарға қайтадан шығамыз. Мына жақта және потолок қоямыз деп едік қой. Мына жақ бет қайсы? Жоқ, ана жақ бел. Қатты біле қоймайды екен. Так, екінші этажға көтеріле салайық. Негізі осындай үлкен үйің болғаның қаупі де өте көп қой негізі. Кішкентай үйлер жетеді ғой. Ну, американский үйлер ғой чисто. Так, холодильник, светчик, стул, остров. Мына қойды тоқтамай. Бір ашки. Ойбай. Стул. Толған стул дейсің ғой. Ема. Мынаған да стул керек. Мынаған ана жаққа тағы стул керек. Ема, басты айналдыратын стулдар ғой. Тем более. Бағасы да жаман. Бағасы жаман қымбат. Есіктерді жауып кетіппін, ашып кетейін есіктерді. Так, 31 мың жиналыпты, ол да жаман баға емес. Болады. Так, жалғастырамыз. Мына жерде менде 10 мың ақ доллар қалды. Қазір мына жерге окно қоямын. Через өткізген короче. Қазір мына жақта потолок доступно болады шығар. Бір көшінен бесте уже 500 мың доллар тұрады. Не деген қымбат дейсің ғой. Так, мына ақша жиналады. Достар, 87 мың жиналды. 87 мыңмен біз өзіміздің үлкен үйімізге баратын боламыз. Мына есікті ашамыз. Қазір екінші этажға көтеріліп, кухняны жалғастырамыз. Салып. Так, мебельдер сондай мындай қойып жатырмыз ғой. О, потолок. Потолок қойып алайықшы. Светке дейін қойып алдық қой. Мына фул. Бітті, қазір лестница доступный шығар. Себебі бүкіл біз бөлмелерді істедік. Ана жерде біздер прихожий новый жер бар. Стена, пол, стена, двери, стена. Бізді лақтыр жүрді. Екінші этаж деген салу деген бейнет шығар. Через өтіп. 7 мыңға ақна саламыз. 3967. Жарайды. Так, маяқтарға барамыз қайтадан. Так, 38 мың жиналды. Так, мынау қайттан жиналсын. Міне достар, қараңыздар, почти 200 мың доллардай жиналып қалды. Менде 182 мың доллар. 182 мың 651 доллар. Енді 182 мың 651 доллар ғой енді. Енді 682 мың 682 жарым мың. В общем. Шадас кеттім, ё-моё. Стена. Жаман жейді ғой. Дверь. Стена. Ё-моё. Окно. Дверь. Палуба. Потолок. Свет. 40 мың қалды ма? Айналдырған. Дверь. Жаңа бір нәрсе тұр еді ғой. Жаққа ма? Стена, дверь. Ё-моё. Бичман қылдыр жүрді ғой адам. Зайық болды, конкретно ше. Так, мына жаққа стена қою керек екен әлі.
Үйдің артынан бірақ шықтым, мына жоғалды. Нормально. Так, неше жиналды екен бұл? 40 мың жиналыпты. Дамып отырған достар, осымен видео аяқталды. Видео ұнаса арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біздер осындай үлкен үй салып тастадық уже. Ендеше сау болыңыздар, сендермен болған мен Нифой.